Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін кәдеден тіске басар өте дәмді рулеттер дайындайтын боламыз. Ол үшін екі орташа кәдені күштен өткіземіз. Үстінен туралған ас көк, 4 жұмыртқа, ұн, осыларды қосып жақсылап араластырып, азғантай тұз, бұрыш, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді сеуіп, тағы да жақсылап араластырасыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстінен сұйық май жағып, жаңағы сұйық массамызды құйып, тегістеп, қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Енді бізге керегі саңырауқұлақтар. Егер сізде балғын саңырауқұлақтар болса, алдын ала сақтап турап алыңыз да, бір ас қасық қаймақ қосып, жақсылап қуырып алыңыз. Пештен шыққан рулетімізді алып, үстіне күштен өткізілген ірімшіктерімізді себеміз, жаңа саңырауқұлақтарымызды жайып, үстіне тағы да ірімшік сеуіп, рулет секілді ораймыз. Рулет секілді орап алғаннан дәл видеодағыдай 4 бұрышты етіп ірімшіктерді тізіп шығамыз да, қайтадан қызып тұрған пешке 2-3 минутқа жіберіп аламыз. Мінекей осымен біздің рулетіміз дайын. Ас болсын.